Достар, ассалаумағалейкум. Аманбай YouTube арнасы Қызылордаға келді. Дәл бүгін осы алаңда маған ыстық, дәл осы Қайсар аренада мен алғаш болып подкаст түсірдім. Алаңның дәл ортасында отырып влог түсірдік стадион туралы. 1 жыл 2 айда салынған стадион. Бүгін Қазақстан кубогының жартылай финалы, бірінші ойын. Қайсар және Жеңіс осы жерде ойнайды. Ойынның атмосферасын сізге жеткізуге тырысамын, және басты мақсатым Қайсардағы жалпы Қазақстан премьер-лигасындағы қазіргі таңдағы аты жағынан ең мықты легионер футболшы Виктор Мозеспен кішігірім сұхбаттасу, оны Астанаға шақырып үлкен бір сұхбат жазу. Бірақ бүгін Виктор капитанский повязка дейді ғой, капитан ретінде алғаш рет Қайсарды осы алаңға өзі бастап шығады. Жалпы Виктордың эмоциясы, Виктордың қандай ойыны болмақ, жалпы бұл кубок ойыны қалай өтеді. Себебі екі командада Қазақстан премьер-лигасында бір соншама бір күшті футбол өрнегін көрсетпей жүр. Бірақ та Еврокубокқа шығатын бір жол бар, және ол осы Қазақстан кубогы жартылай финал. Ендеше біз бастаймыз. Міндетті түрде біздің каналға жазылыңыздар. Бүгін қызықтар көп болады. Ендеше влогымызды бастаймыз. Кет, Қызылорда! Дәл осы Қайсар арена қабылдап жатқан 2026 жылғы біздің команда үшін ең маңызды матч Қазақстан кубогының жартылай финалы. Енді әлбетте ең маңызды матч финалға шықсақ болатыны белгілі. Дегенмен, егер Қайсар финалға шықса, ол Қайсар аренада өтпейді ғой. Сондықтан биыл өтуі мүмкін ең маңызды матч осы жартылай финал болғандықтан ерекше толқып тұрмыз. Командада тас түйін дайын. Бүгін алғаш рет Қайсарды Виктор Мозес капитан ретінде бастап алаңға шығады. Жеңуіміз керек, қалайда. Бір голдың өзі аздық етеді. Астана аренада, сондықтан 2 гол айырмашылығымен жеңеміз деген үміт бар, сенім бар. Сол тауыт 11.000 билет өтіп кетті. Сондықтан Белучи келеді бүгін. Қызылорданың бейресми әнұранына баланып кеткен Қайсардың гимні ретінде қабылданатын осы 11-ші регион Сел таза Қызылорда әнін бүгін дәл өз стадионда жанкүйерлермен бірге шырқайды. Ендеше қызық болады. Аман Вайб YouTube арнасында. Айтқандай, Аман Вайб Қайсардың ойындағы алғашқы влогың құтты болсын. Құрметті оқырмандар, бұл каналдағы барлық видео менің достарымның көмегінсіз шықпаушы еді. Сондықтан қазір міне осы видеоның астына мен сілтеме қалдырам. Осыған кіріп, Аманбай промокодын теріп, сіз тегін тез 10.000 теңге бонус аласыздар. Жалпы менің достарымда бонус күні деген акция бар, соны қолдансаңыздар болады. Болжам жасап алдын ала 30%-дық функцияны таңдасаңыз, сіз ұтсаңыз да, ұтпасаңыз да 30% сізге қайтарылады. Ал егер ұтсаңыз 40% қайтарылады, ұтылсаңыз 50% қайтаруға мүмкіндігі бар. Барлығы осы сілтемеде айтылған, кіріп қолданыңыздар. Жалпы Челсиде, Ливерпульда, Интерде ойнаған Виктор братан Қазақстан премьер-лигасы аясында немесе кубокта гол соқпаған. Бір гол соққан Қайрат қақпасына, бірақ ол қолға тиді деп төрешілер есепке алмады. Бүгінгі маңызды ойында финалға апарар жолда Виктор гол соға ма? Біз влог түсірсек, демек соғады. Қайсар аренада бұндай қорғаныс шатыры болмаған, сөйтіп айтайықшы. Алайда УЕФА талаптарына сәйкес осындай шатырды қою керек. Қойыпты. Молодцы.
Достар, ойынның 5-ші минутасында Виктор Мозес ассист жасады және Нұралы Жақсылық астадан жалға алынған жас футболшымыз есепті ашты. Қайсар алдыда 1-0. Есеп 1-1. 8-ші минутта Андрей Филиппович жартылай финалда есепті теңестірді. Ойынның 42-ші минутасында Бағдат Абдуллаев вар қарауға кетті. Мүмкін пенальти болуы мүмкін. Пенальти болса Мозес тебе ме? Сахи, FIFA төрешісі, Дәке, сенен қызыл ордалықсың. Иә. Бірінші тайм қалай? Бірінші тайм өте қызық болатыр. Бірінші шыт енді мен төреші болғаннан кейін больше төрешіге қараймын ғой. Өте Бағдат Абдуллаев өз жұмыспен өте жақсы атқарып жатыр деп ойлаймын. Енді қарсыласта енді сен түсінікті Қайсардың ойынын төрелік етпейсің, бірақ аланда Мозес, Нани секілді әлемге танылған футболшылар ойнаған кезде бір төрешіге де бір қысым бола ма? Іштей қалай дайындаласың? Жоқ, біз енді әр ойында біз әр команданы қараймыз. Өйткені әр команданың ішінде жаңа проблемный ойыншылар деп айтады ғой, сондай болады. Негізі бәріне бірдей қараймыз. Бірақ иногда болады кейбір проблемный ойыншылар. Өйткені күтпеген жағдайды күтіп қалуы мүмкін солардан. Сол үшін анализ істейміз всегда. Сосын бір сұрақ, орталық ойында Қайрат Ордабасы өзін төрелік еттің, претензия жоқ, өте әдемі атқардың. Қандай эмоцияда болдың сені тағайындаған кезде, жалпы күттің бе, әлде сюрприз болды ма? Жоқ, негізінде сюрприз болды, өйткені мен ол кезде Белградта болғам. Назначение келді, кішкене бір жағынан енді қуанасың ғой, өйткені андай чемпионский ойын болды, өйткені ответственность қатты. Сол ойыннан кейін келіп, дайындалып, енді өте жақсы деңгейде төрелік еттім деп ойлаймын. Өйткені бәрі жақсы болды, атмосфера күшті. Өзіңіздер білесіздер, центральный стадион Алматыда өте керемет, және де естественно поле, және де ойыншылардың классы өте күшті болды. Және де бәріне ұнады деп ойлаймын. Өзіме точно ұнады, атмосфера бәрі күшті болды. Фанаттарға рахмет, өте күшті болеть етті екі жақтан да.
нәтиже 3-1. Қайсар алды. Ойынның 76-шы минутасында Виктор Мозес орнын босатты. Алаңға Асқаров шықты. Виктор Мозес 1 голевой ассист. 3-1. Міне ол. Класс қой, класс. Бүгінгі ойында солда бүкіл билеттер сатылды. Қайсар арена 11.000 жанкүйерді сыйдырса, дәл сол 11.000 адам бүгін Қайсардың жеңісіне куәгер болып отыр. 10 минут бар, бірақ мынандай оймен білмеймін. Жеңісті жіберіп алса, бірақ жіберіп алмайды секілді ғой, өз үйінде. Қателесу мүмкін, бірақ маусымда алғаш рет жанкүйерлер өз командасын ойына риза. 3-1 есебімен Қайсар қасқырлары жеңіске жетті. Нұрәлі Жақсылық осы ойында дубль жасаған. Нұрәлі Мозестан ассист алған қалай екен? Енді ойын алдында ол бізді қатты заряжать етіп жүрді. Уровень көрініп тұр, текке ойнамаған Челсида менталитет монстрдікі деп ойлаймын. Бүгін әкен екеуіміз бір самолетта келдік, сөйлестік. Жалпы туған туысқандардың осылай ойынға келіп демеу беру әсер етті ме? Бүгін дубль салдың, өте керемет болды. Енді әкем намаз оқиды ғой, сол везение болып кетті деп ойлаймын. Қандай баға бересің? Болды, финал қалталарында ма? Жоқ, енді келесі ойынға 0-0 деп дайындаламыз, жіберуге болмайды. Ее сложно переоценить, да, потому что он сегодня выглядел как настоящий капитан. Вы, наверное, заметили, что он сегодня вывел команду с капитанской повязкой. Было видно, что он очень хорошие слова сказал перед выходом на поле. Это зарядило команду, зарядило игроков. И он сегодня не только на словах, но и на деле доказал, что это топ-игрок. Да. Он сегодня отдал голевую передачу, сам забил. Мог еще несколько моментов создавать и реализовывать. Да. Я очень доволен тем отношением, которое он сегодня показал на поле. Я думаю, что он должен эту планку держать до конца сезона как минимум, потому что это тот игрок, который может в любой момент сделать разницу на поле. Но я бы не стал выделять именно его одного, да, потому что сегодня
сыграла вся команда очень хорошо, и молодые, и Жексалык, да, и сегодня хотели выпустить и Рустем Улы, но, к сожалению, да, опять у нас немножко там, ну, такой форс-мажор, да, на поле, опять вынужденная замена, но ничего страшного, я думаю, еще многие получат свои игровые минуты, а Мозес, я думаю, что если он также будет продолжать вкладываться, он большую пользу принесет команде. Да, подошли капитан, вице-капитан, они мне предложили, давайте сделаем так, смотивируем Виктора, смотивируем команду. Это игрок с большим опытом, который выигрывал там и Лиги чемпионов, и Кубки, и чемпионаты Англии. То есть он был в тех ситуациях, когда надо повести за собой команду. Да, и вот сегодня это сработало. Я благодарен и Аблайхану Тулигенову, и Нурому Саладину, потому что они были инициаторами вот именно передачи повязки. Касательно игры сегодня впервые вышел капитаном, как-то давило морально или мотивировало на эту игру? No, just a normal thing for me. The captain wasn't available today, so they gave me the captain role. You know, I just wanted to obviously do my job on the pitch and help the lads, motivate them and give them that extra boost to go out there and express ourselves and win the game, and that's what we did. So we're very pleased with it. Каковы теперь шансы на ответный матч? Понятное дело, что будет все начинать с нуля, но вы понимаете, что для, так скажем, спасения сезона выход в финал Кубка это очень важно. To be honest with you, we just need to take each game as it comes. We can obviously differentiate the game between the league and the cup. But if we can win every game, yes, of course we want to win. But then again, we're doing very well in the cup games, and we just need to keep the momentum going. Same momentum that we have in the cup games. If we can transfer that into the league games, so I think we'll be good. You know, we still have another leg to play. It's not finished yet. But I believe in the players that we've got. I believe that we can get the job done and hopefully find ourselves in the final. But it's not going to be an easy job. We'll keep working hard and try and do our best to get to the final. И последний вопрос, не могу не спросить о недавно буквально играли против Сан Пауло, который забил вчера за Челси первый гол. Как вы оцените, может он закрепиться? Какой может совет можете дать? Yeah, to be honest with you, still young. You still have a lot to learn. Happy for him to obviously score the goal during pre-season for Chelsea. That will give him that momentum. That will give him that confidence to keep going and keep expressing himself and elevate himself a little bit more. You know, Chelsea's Chelsea. You know, one of the biggest teams in the world. But he's still young. He still have a lot ahead of him. So it's still pre-season. Let him just enjoy the pre-season, and then let's see what happens when the season starts. You know. Осылайша бірінші жартылай финал осы жұптағы аяқталды. Дәл бірінші ойындағыдай есеп 3-1. Ордабасы Алтай тұтса, бұл ойында Қайсар өз жанкүйерлерін қуатты. Есеп 3-1. Мозес ассист, гол, Нұрәлі Жақсылық дубль. Жалпы барлығы қызылордалықтар үшін әдемі өтті. Енді Астанада өте қиын ойын болады. Барлық басынан басталады. Қазақ футболы жасасын, Қызылордадағы атмосфера, стадион, солдаут, перформанстар, футбол барлығы керемет деңгейде. Аман вайп, қай қалаға барайық, жазыңыздар. Жазылып кетіңіздер каналға айтпақшы. Сау болыңыздар. Бүгін бізде таза vibe. Кешегі өткен жағдай хайп. Бүкіл мемлекет менің контентіме дайын. Егер талғамы болса, мені ютубтан қарай. Бүгін бізде аман vibe.